Армысыздар құрметті әлем арнасының көрермендері. Бүгінгі айтатын тақырыбымыз кактус адам үшін пайдасы және зияны туралы. Кактус шөпті жазықта, құрғақ ормандарда және тіпті шөлдерде өседі. Әр түрдің өзіндік ерекше қасиеттері бар. Өсімдіктер бөлмені декоративті безендіру ғана емес, сонымен қатар практикалық пайда әкеледі. Қазіргі уақытта кактустар күнделікті өмірде жай медицинада белсенді қолданылады. Тек халықтың емес, сонымен қатар дәстүрлі, сонымен зауыттың пайдасы не? Бұл төменде талқыланады. Адамдар қандай түрлерді пайдаланады? Ғалымдар кактустардың 1200-ге жуық түрін біледі. Адамдар үшін ең пайдалысы ұзын инелері бар өкілдер. Олар медицинада қолданылады, өйткені олардың бактерицидтік қасиеттері күшті. Химиялық құрамы және пайдалы қасиеттері жөнінде айтайық. Өзі өсімдік көптеген дәрумендер мен минералдардан тұрады. Сондықтан әр түрлі дәрі-дәрмектерге қоспалар ретінде белсенді қолданылады. Өсімдіктердің емдік қасиеттері кактус көптеген түрлерінде алкоидтар болғандықтан және олар табиғи антибиотиктер екендігіне байланысты. Олар бактерияларға ғана емес, әр түрлі саңырауқұлақтар мен вирустарға қарсы тұрады. Көбінесе кактуспен дайындық, жаралар және сынықтарға арналған гемостатикалық агент ретінде қолданылады. Егер сіз кактус жесеңіз, денеде инсулин пайда болады. Бұл зат қант диабетімен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Сонымен қатар, зауыт келесі мәселелерде қолданылады. Тыныс алу жүйесінің аурулары, ауыз қуысындағы проблемалар, әсіресе цинга ауруы. Ауру С дәруменінің жетіспеушілігінен туындайды. Шаштың түсуі, егер сізде терінің проблемалары болса. Кактустар өсетін жерлерде, олар құрғақ кезеңдерде ылғал көзі ретінде қолданылады. Өйткені өсімдіктердің целлюлозасы 90% судан тұрады. Оның көбінесе қарбыз немесе қияр целлюлозасымен салыстырады. Гүлдің тағы бір пайдалы қасиеті ол бүкіл бөлмедегі ауадағы иондануды төмендету мүмкіндігі. Мұндай пайдалы заттарды кактустан алуға болады. Дезодоранттар, сабын, дәрумендер, гормондар, ликерлер, шарап және тағы басқа заттар. Бұл қалай зиянды болуы мүмкін. Бірақ бұл зауыттың пайдалы қасиеттері ғана емес, кейде кактус жеу зиянды болуы мүмкін. Және кейбір адамдар үшін бұл әдетте қарсы. Алдыңғы қатарда гүлге деген жеке төзімсіздік тұр. Бұл жағдайда бөртпелер мен бас ауруы жүрек айнуымен көрінеді. Тізімнің келесі түрі цистит пен геморройдың ауыр түрі. Дәрігерден кеңес алғаннан кейін кактус негізіндегі өнімдерді қолдануды бастау қажет. Сіз емдеуді аз мөлшерде бастауыңыз керек, өйткені артық дозалану салдарға толы. Кактус қосылған пайдалы рецепттер. Кактустарды да жеуге болады, бірақ әрине бұған барлық түрлері сәйкес келмейді. Сіз жеуге болатын кактустардың түрлері: тікенді алмұрт, питахая, селенецириус, түн ханшайымы. Енді сіз тікелей ыдыс-аяққа бара аласыз. Салат. Мұндай тағам дәмді ғана емес, сонымен қатар қоректік болады. Оның ерекшелігі маринадталған кактустарда. Көбінесе тікенді алмұрт немесе эхинокактус жемістері қолданылады. Кактус жемістері 15 минут бойы салқын суға салынады. Осыдан кейін жемістер жоғарғы қабаттан тазартылып текшелерге кесіледі. Содан кейін олар қайнаған сумен құйылады және 20 минут тұруға қалдырылады. Басқа өнімдер бөлек дайындалады. Ақжелкен ұсақ туралған, қияр жолақтарға, қызанақ кесектерге кесіледі. Барлық компоненттерді араластырып, тәтті жүгері қосылады. Салат бальзам сірке суы және зәйтүн майымен киінген. Мексикада мұндай салатқа ыстық бұрыш қосу дәстүрге айналған. Біздің ауданда олар сірке суына маринадталған маринадты ащы нота ретінде ыдысқа салғанда жөн көреді. Кактус сорпасы қалай дайындалады? Сізге келесі ингредиенттер қажет болады: жас тікенді алмұрттың сабақтары, кез келген түрдегі жасымық, тауықтың немесе етке пісірілген кез келген сорпа, тағзым, сәбіз, қызанақ,
қадамдық рецепт: алдын ала дайындалған сорпаға жасымық қосылады. Сәбіз бен пияз табада қызарғанша қуырылады. Қуыруға туралған қызанақ пен кактус қосылады. Жасымықты пісіргенде қуырылған көкөністер кастрөлге қойылады. 5-2-3 минуттан кейін сорпаны оттан алып тастауға болады. Жұмсақ болғанша қайнатса, кактус бөліктері қытырлақ болып қалуы керек. Бұл Вальпариса сорпасының ерекшелігі. Онда құнды қасиеттерінің арқасында кактус кез келген өмірлік жағдайда әмбебап өнім болады. Бұл көптеген аурулармен күресуге көмектеседі. Осы өсімдіктердің кейбір сорттарын пайдалана отырып, сіз дәмді тағам дайындау арқылы аштықты да жеңе аласыз. Кактус теріс электр қуатын және электр аспаптарының радиацияны сіңіруге қабілетті. Гүл ұзақ уақыттан бері косметикалық өнімдер өндірісінде белсенді қолданылады. Егер видео ұнаса, пікірлеріңізді қалдырып тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған әлем арнасы.